Сәлем, бүгін біз американдық панкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, үстіне құмшекер салып, екеуін жақсылап қозғап, көпіртіп аламыз. Онан соң үстіне еріген сары майымызды құямыз. Оның үстіне жылы сүт құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнға ұн қопсытқыш қосып, екеуін бірге араластырып аламыз да, бөле отырып, қамыр дайындаймыз. Масса қою болмау керек, сұйық та болмау керек, орташа болу керек. Описаниедегі рецепт бойынша дайындайтын болсаңыз, сізде барлығы дұрыс болады. Табамызды қыздырамыз, ешқандай май құймаймыз. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен қылғыңыз келе ме, кішкентай қылғыңыз келеді ме, панкейктерді пісіріп аламыз. Мұнда байқасаңыздар, панкейктің бетінде узорлар бар. Ол қасықтап кезек-кезек құйғанның арқасында шығады. Панкейктеріміз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен мұнда шоколад құя салдым. Өте нәзік, жұп-жұмсақ, үлпілдек панкейктер дайын болады. Таңғы асқа, балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жадыра Қажымұқан.